Сәлем, мен Аскербек. Әр материяның өзінің тартылыс күші бар. Яғни, массасы бар заттардың барлығының гравитациялық тартылыс күші бар. Мысалға, Ай, Жер, Юпитер, Күн. Тіпті сенің денеңнің гравитациялық тартылыс күші бар. Бірақ біз бұл күшті байқамаймыз, өйткені ол Жердің сізді тартып тұрғанмен салыстырғанда түк емес. Біздің күн жүйеміздегі тартылыс күші ең мықты ол біздің жұлдызымыз, яғни Күн. Ал сол күн жоқ болып кетсе не болады? Уайымдамаңыз, біз күннің жойылғанын өз көзімізбен көре алмаймыз, өйткені күн біздің жеріміздегі өзен мұхиттардың барлығын қайнатып, біздің планетамыз жұтып барып жойылады. Энергия ешқайда жоғалмайды және еш жерден пайда болмайды. Бірақ мейлі, осыған қарамастан ойланып көрейікші, күнсіз жердің жағдайы қалай болады? Жалғыздықтан не істей алады? Алғашында біз күннің жойылғанын бірден байқамаймыз, өйткені күннен шығатын жарық біздің жерге 8 минут 20 секундта келеді. 8 минут бойы жерде барлығы өз қалпында тыныштықта болғандай көрінеді. Бірақ 8 минуттан кейін жерде паника, хаос басталады. Жерді өз орбитасында ұстап тұрған гравитациялық күштің жойылуына да 8 минут қажет, өйткені ол да жарықтың жылдамдығымен таралып жатыр. Күн жойылғанын көргенде гравитация да жойылады. Сол кезде жер өз орбитасынан шығып тура жол тартады. Жерде паника, хаос болып жатқан кезде дым болмағандай өз орбитасымен айналып жүрген біздің күн жүйеміздегі бөтен планеталарды көре аламыз. Мысалға, Марс. Ол күннен шығатын жарыққа әлде де шағылып 20 минутта жүре алады. Ал біз оны аспанда жұлдыз ретінде көре аламыз. Айдың және күннің жарығынсыз жерде қара түнек баспайды, өйткені ғарыштан түсетін сәулелер бізге айлы түнмен бірдей жарық бере алады. Сондықтан да бізге айналамызға қарай алатын бізде аз болса да жарық бар. Бірақ біздің жерімізде пайдалы қазбалар бар екенін ұмытпау керекпіз. Өйткені электр тоғын және электр станцияларын пайдаланып, жасанды жарық көзі ретінде қолдануға болады. Күн жойылғанда фотосинтез процесі мүлде тоқтап қалады. Фотосинтез болмаса, өсімдіктер бізден шығатын көмірқышқыл газын жұтып, бізге қажетті кислородты шығара алмайды. Бізге ауа жоқ. Бірақ қорықпаңыз, 7 миллиард адам жылына 6 триллион килограмм кислород қолданады. Ал біздің атмосферамызда квинтиллион мөлшерде кислород бар. Ол 7 миллиард адамға, микробөлшектердің барлығына, жануарларға, өсімдіктер барлығымызға 1000 жылға жетеді. Ең көп қиыншылық ағаштардың басына түсейін деп тұр, өйткені күн болмағасын олар 1 күннің ішінде, әр кетсе 1 аптадан кейін олардың көбісі солып өле бастайды. Ал алып ағаштардың құрамында оларға энергия беретін қант бар, сондықтан олар қараңғыда жылдап тұра алады. Бірақ олардың басты проблемасы ол күн болмағасын климаттың өзгеріп күрт салқындауы. Дәл қазір күн бізге жылу беріп тұрған кезде, жылы салқын барлығын қосқан кезде жердегі орташа температура плюс 14-15 градус. 1 аптадан кейін жердегі орташа температура 0 градусқа тең болады. Алғашқы апталарда немесе айларда жерде паника, вандализм, оның бәрін басымыздан бірден қылып өткізерміз. Ал 1 жылдан кейін жердегі орташа температура минус 73 градус болады. Бұл өте салқын, сондықтан бізге Исландия немесе Йеллоустоундағы ыстық гейзерлер жақсы қоныс болады. Жердегі барлық тіршілік сырттан келетін энергияға тәуелді, яғни күн көзіне. Жердің асты біршама жылы, сол жылудың 20% жердің құрылу барысында алынған. Ал қалған 80% қазір ядроның өз қалпында ұстап тұру үшін жұмсалады, яғни 5000 градуста. 10-20 жылдан кейін шық тамшылармен жер ылғалдана бастайды. Бұл шық тамшылар емес, күн болмағасын жер салқындайтын соншалық суықтан ауаны құрайтын кейбір газдар сұйыла бастайды. Алғашында ол жаңбыр күйінде түседі, кейін қатты салқындағандықтан ол қар күйінде түседі. Бірнеше жылдан кейін мұхиттардың барлығы мұзға айналады. Мұздың тығыздығы суға қарағанда аз. Мұзды суға салсаңыз ол қалқып жүретін, сондықтан миллиондаған жылдар өтсе де су сұйық күйінде мұздың астында болады, өйткені мұз жақсы изолятор. Ал миллиардтаған жылдардан соң жер ғарыш кемесіне айналады, өйткені онда кезінде тіршілік болған және әлде де бар. Бірақ мұхиттың түбінде, мұхиттардың түбінде неше түрлі организмдер бар. Олар жер асты энергиясын пайдаланып, дамып көбейе алады. Олар күннің жойылғаны байқамай қалады. Тіпті олар күннің бар болғанда білмей кетеді. Мұхит ғарышқа және аспан әлеміне қарағанда аз зерттелген. Күн жойылғанда жер атты ғарыш кемесі секундына 30 км жылдамдығымен қозғалады. 1 миллиард жылдан кейін жер 900 квадриллион километр немесе 100 000 жарық жылын өтіп шығады. Бұл саяхат галактикамыздан шығып, неше түрлі жұлдыздардың, неше түрлі планеталардың қасынан өтеді.
сол кезде біздің күнімізге ұқсас бір жұлдыздың орбитасына кіріп кетсе, бұрын болған тіршілік қайта жандануы мүмкін. Мұздықтар еріп, біз секілді атомдар болуы мүмкін. Мүмкін олар біз қолданған интернетті қайта қосуы мүмкін. Дәл осы видеоны тауып алар, кім біледі? Олай болса, сәлем. Ғылымға толы каналға, сіздердің тарихтарыңыз жайлы видеоға қош келдіңіздер. Каналға тіркеліңіздер, лайкты басыңыздар, ұнаса комментарий жазып кетіңіздер. Әзірше күн энергияға толы, біздің миллиардтаған жылдар уақытымыз бар. Сондықтан сен өзіңді дамыт, оқы, үйрен, шаршама. Әрине каналға тіркел. Сіздердің болған мен Аскербек. Сау болыңыздар.